мында 2-ге бөлінетін сандар барлық жұп сандарды жазып шығамыз. Ол 94, яғни соны жұп сандармен аяқталатын барлық сандарды жазып шығамыз. Ол осы сандар болады. 94, 108, 64, 710. Енді 5-ке бөлінетіндер соны 0-мен немесе 5-пен аяқталу керек сандарды ғана жазамыз. Ол 825, 615 және 710. Енді 3-ке бөлінетін сандар цифрлардың қосындысы 3-ке тең болатын болса, ондай қосындысы 3-ке бөлінетін болса, онда ол цифрлардың барлығы 3-ке бөлінеді деген сөз. 108 болады, 207 болады. Себебі 207-ні қосатын болсақ 9, 604 болмайды, 825 болады. Себебі олардың қосындысы цифрларының 15-ке тең. 615 болады. Себебі олардың цифрларының қосындысы 12-ке тең. 710 болмайды. Яғни осы 615-тен тоқтайды екен. 317-ші есепте мына берілген сандардың жылдышалардың орнына ең кіші санды қойғанда 9-ға еселік, 3-ке еселік болу керек. Мына жылдышаның орнына так қоймас бұрын бірінші мына 8 пен 3-ті қосып есептеп аламыз. Оның мәні 11-ге тең. Енді 9-ның еселігі 18 болады. Яғни біз мына жылдышаның орнына біз 7 қою керек боламыз. Сонда 837 болады. Енді мұнда 2 мен 3-ті қоссақ 5, 9-ға еселік болу үшін 4-ті қоюымыз керек. Сонда 243 болады. Ең кіші еселік. Енді 5 пен 1-ді қосатын болсақ, мына жерде 6, оған 3-ті қоямыз деген сөз 9 болу үшін 513. Енді мұнда 7 мен 6-ны қосамыз. 13, енді 18 болу үшін 5-ті қоямыз, 765. 6 мен 4-ті қосамыз 10, тағы да 18 болу үшін 8-ді қою керек біз. Енді мына 8 пен 4-ті қосатын болсақ 12, 18 болу үшін біз 6-ны қоюымыз керек. Енді келесі 3-ке еселік болу үшін де дәл солай. Енді бірақ олардың цифрларын қосындысы 3-ке бөліну керек. 8-ге 3-ті қосатын болсақ бізде 11, ал 3-ке еселік ең кішісі 11-ден үлкені ол 12. Сондықтан 8, 3, 1 деп қоямыз. Жылдышаның орнына мына жерде 2 мен 3-ті қоссақ 5, бізге еселік 3-ке еселік 5-ке жақын 6 саны. Сондықтан біз мына жерге 1-ді қоямыз. 213 болады. Енді келесі 5 пен 1-ді қосамыз 6. Яғни біз мына жерге 0-ді қойсақ ең кішісі болады. 7 мен 6-ны қосамыз 13. Ал 3-ке бөліну үшін ең кіші сан 13-ке жақын 15. Сондықтан біз 2 цифрын жазамыз. Келесі 6 мен 4-ті қосатын болсақ 10. Ал 3-ке еселік 10-ға жақын 12. Сондықтан мына жерге 2 цифрын жазамыз. 8 пен 4-ті қосатын болсақ 12 болып тұр уже. Ол 3-ке еселік сан бола алады. Сондықтан біз мына жылдышаның орнына 0 цифрын жазсақ болады. Номер 319-ші есепте, мәтін есепте Мұхит 4 минутта, Алмас 3 минутта, Нұрлан 6 минутта шеңберді бір рет айналады. Неше минуттан кейін олар үшеуі де бір-бірімен шеңбер бойында кездеседі дейді. Бұндай есептер берілетін болса, ең кіші орта еселігін табамыз. 4, 3, 6 сандарының ең кіші орта еселігін табамыз. Ол үшін жіктеп алсақ болады. 4-ті 2-ке бөлеміз 2, 2-ні 2-ке бөлсек 1. 3 тек 3-ке бөлінеді. 6 2-ге бөлінеді. 3 және мұнда 2 мен 2 қайталанып тұр. Сондықтан қайталанатын сандарды біз бір рет қана жазамыз. Яғни 2 мен 3 және қайталанбай қалған бізде бір ғана 2 қалып қойған. Соны жазатын болсақ, бізде мәні 12-ге тең болады. Яғни осы жауабы 12 минуттан кейін олар үшеуі де шеңбер бойында кездеседі екен. Ең кіші орта еселігін табу керек. Жүктегенде осы түрде де жүктеуге болады, немесе кәдімгі көбейтінді түрінде де егер ыңғайлы болса солай да жүктеуге болады. 135 5-ке бөлінеді 27, 3-ке бөлінеді 9, 9 3-ке бөлінеді 3, 3. Екі ойын табамыз. Ортақтарын белгілейтін болсақ, мына жерде 3 сан қайталанып тұр, соны жазамыз. 3 көбейтілген 3, 3 және 2 көбейтілген 5 деп жазып аламыз. Қайталанбайтындарда. Енді 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10 ғой. Мына 3-тердің көбейтіндісі
27-ге 10-ды бөлсек 270 шығады. 38 пен 114 сандарын жіктеу керек. 2-ге бөлінеді 19, 19 тек 19-ға бөлінеді 1, 114 2-ге бөлінеді 57, 57 3-ге бөлінеді 19, 19 тек 19-ға бөлінеді 1. Так, ортақтарын табатын болсақ 19 және 2. Енді ең кіші орта еселігі осы қайталанатын сандарды бірлеп жазамыз да, қалған сандарды жазамыз. Мәні 114 шығады. Әрі қарай үшінші есеп. 150 мен 400 сандарын жіктейміз. 152-ге бөлінеді 75, 75 3-ге бөлінеді 25, 25 5-ге бөлінеді 5, 400-ді 2-ге бөлсек 200, 2-ге бөлсек 100, 50, 50-ді 2-ге бөлеміз 25, 25-ді 5-ге бөлеміз 5, 5-ді 5-ге бөлсек 1. Енді ортақтарын белгілейтін болсақ, мына жерде 1 2-лер қайталанады, 3 деген жоқ. Мына жерде 2 рет 5 сандары қайталанады екен. Сол қайталанатындарды бір рет жазып шығайық. Енді қайталанбайтын басқа өзге де сандардың барлығын жазып шығамыз. Сонда 1200 шығады екен. Келесі төртінші есепте 180 мен 300-дің ең кіші орта еселігін табатын болсақ, 182-ге бөлінеді 90, 90-ды 2-ге бөлеміз 45, 45 3-ге бөлінеді 15, 15 3-ге бөлеміз 5, 5-ді 5-ге бөлеміз 1. 300-ді де солай 2-ге бөлеміз 150, 150-ді 2-ге бөлсек 75, 75 3-ге бөлінеді 25, 25-ді 5-ге бөлеміз 5. Қайталанатын сандарды бір рет жазамыз және қайталанбай тұрған сандарды да жазып шығамыз. Бұл жерде мәні 900 болады екен. 3 сан берілген, үшеуін де жіктейміз, 2-ге бөлінеді 21, 3-ге бөлсек 7, 7 7-ге бөлінеді 1. 60-ды 2-ге бөлсек 30, 2-ге бөлеміз 15, 3-ге бөлеміз 5, 5-ді 5-ге бөлеміз 1. 70-ді 2-ге бөлеміз 35, ол 5-ге бөлінеді 7, 7 7-ге бөлінеді 1. Енді ең кіші орта еселігін табатын болсақ, осы 3 санның 42, 60, 70-дің. Ол үшін мына жерден белгілеп алайық. Және 7-лер қайталанып тұр. Екеуін де қайталансады да белгілей береміз. Так, енді жазып шығамыз. 2 қоршалып тұрғандарды бір рет жазамыз. Көбейтілген 3, көбейтілген 7, көбейтілген 5. Және қайталанбай тұрған, қоршалмай тұрған 2 цифр қалып қойды. Соны есептейтін болсақ, 42, 10, 420 болады. Келесі 6-шы есепті жіктейтін болсақ, 63 3-ге бөлінеді 21, 21-ді 3-ге бөлеміз. 35 5-ге бөлінеді. Енді ең кіші орта еселігін табатын болсақ, осы үшеуін. Үш көбейтілген 3, көбейтілген 7, және қайталанбайтын 2 мен 5-ті де көбейтіп жазып қоямыз. Бұл жерде 630 шығады екен.